Сәлеметсіздер ме? Менеджмент курсына қош келдіңіздер. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз бұл менеджменттің мәні, мазмұны және даму тарихы. Менеджмент қазіргі заманғы экономиканың іргетасы, ұйымдардың табысты дамуының кілті болып саналады. Бұл курс менеджменттің теориялық негіздері мен тарихи эволюциясын қамтиды. Қазіргі заманғы бизнестің іргетасы менеджмент. Бұл тек басқару емес, бұл өнер ғылымының, теорияның, тәжірибенің, стратегия мен тактиканың бірлігі. Қазіргі заманғы әлемде менеджмент кез келген ұйымның жүрегі болып табылады. Бұл курс менеджменттің көп қырлы табиғатын ашып, оның экономикалық, әлеуметтік және ұйымдастырушылық аспектілерін зерттейді. Біз менеджменттің қалай пайда болғанын, қалай дамығанын және бүгінгі таңда қандай мәнге ие екенін түсінетін боламыз. Негізгі түсініктеріне келетін болсақ, менеджмент ұғымы бұл ұйымның мақсаттарына жету үшін адамдардың бірлескен қызметін басқару жүйесі. Бұл тек қарапайым басқару емес, бұл стратегиялық ойлау және тактикалық шешімдердің үйлесімі. Экономикалық тұрғыдан менеджмент нарықтық экономиканың ажырамас бір бөлігі болып табылады. Ол ұйымның қаржылық нәтижелерін жақсартып, инвестициялық тартымдылығын арттырады және ұзақ мерзімді бәсекелестік артықшылықтар қалыптастырады. Экономиканың ажырамас бөлігі болғандықтан, менеджментте экономикалық тиімділік, бәсекеге қабілеттілік және тұрақты даму деген ұғымдар өте маңызды болып саналады көрсеткіштер. Экономикалық тиімділік ол ресурстарды, яғни ресурсқа не жатады? Еңбек, капитал, материал және ақпарат. Осы ресурстарды оптималды пайдалану арқылы ұйымның өнімділігін максималдау экономикалық тиімділіктің белгісі. Бәсекеге қабілеттілік ұғымы бұл нарықта тұрақты орын алу және бәсекелестерден озу үшін стратегиялық артықшылықтар құру. Ал тұрақты даму дегеніміз бұл ұзақ мерзімді перспективада ұйымның тұрақтылығы мен өсу қарқынын қамтамасыз ету болып саналады. Әлеуметтік өлшем және ұйымдастырушылық мәнін қарастыратын болсақ, менеджменттің тек экономикалық категорияға ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік құбылыс. Ол адамдар арасындағы еңбек қатынастарын реттеп, ұжымдағы өзара сенім мен ынтымақтастықты қалыптастырады. Қызметкерлер арасындағы қатынастарды үйлестіру, ұжымдық мәдениетті дамыту, әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ету, жұмысшылардың құқықтарын қорғау. Бұл менеджменттің әлеуметтік өлшемі. Ұйымдастырушылық өлшем ретінде қарастырсақ, ұйымдастырушылық тұрғыдан менеджмент еңбек бөлінісін, басқару құрылымын және жауапкершілік деңгейлерін анықтап, ол ұйымның архитектурасын жасайды. Объектісі мен субъектісіне тоқтайтын болсақ, менеджмент субъектісі бұл басқару функцияларын жүзеге асыратын менеджерлер, басшылар және басқару аппараты. Субъектісі менеджменттің, ал объектісі менеджменттің бұл басқарылатын жүйе, яғни ұйым, кәсіпорын, ұжым немесе жекеленген қызмет түрлері. Ал екеуінің арасында жүретін басқару процесі ол өзара байланыс, ақпарат алмасу, шешім қабылдау, бақылау және бағалау. Бұл жерде ең маңыздысы субъект пен объект арасында тиімді өзара байланыс басқару процесінің табысты болуының негізгі шарты. Бұл екі жақты процесс. Субъект объектіге әсер етеді, ал объект субъектіге кері байланыс береді. Менеджменттің негізгі мақсаттары мен міндеттеріне тоқтайтын болсақ, басты мақсаты менеджменттің бұл ұйым қызметінің тиімділігі мен нәтижелілігін қамтамасыз ету. Бұл мақсатқа жету үшін менеджмент бірқатар стратегиялық операциялық міндеттер шешуі тиіс. Оның ішінде стратегиялық жоспарлау функциясы бұл ұйымның ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді мақсаттарын анықтау, стратегиялық бағыттарды белгілеу. Ресурстарды басқару, ол қолда бар ресурстарды, яғни адами ресурс, қаржылық, материалдық, ақпараттық ресурстарды оптималды бөлу және тиімді пайдалану. Сонымен қатар персоналды мотивациясын арттыру қажет, олардың кәсіби дамуын қамтамасыз ету және жұмыс қанағаттануын жоғарылату.
шешім қабылдау барысында ақпаратты талдау негізінде дұрыс және уақытылы басқару шешімдерін қабылдау. Сонымен қатар бақылау және бағалау функциясы бар. Ол қызмет нәтижелерін үнемі бақылап отыру қажет, өнімділік көрсеткіштерін өлшеу және түзету шараларын қабылдау қажет. Менеджмент ғылым және тәжірибе ретінде тоқтайтын болса, ғылыми ретінде менеджмент бұл басқару заңдылықтарын, принциптер мен әдістерін жүйелі түрде зерттейді. Ол теориялық негіздерді қалыптастырып, ғылыми модельдер мен концепциялар жасайды. Ол басқару теорияларын әзірлеу, заңдылықтар мен принциптерді анықтау, зерттеу әдістерін қолдану және ғылыми білімді жүйелеу. Тәжірибе ретінде менеджмент нақты басқару жағдайларында қолданылатын практикалық әрекеттер жүйесін білдіреді. Ол өмір шындығымен байланысты. Нақты мәселелерді шешу, тәжірибелік дағдыларды қолдану, нәтижеге бағдарлану және икемділікпен бейімделу. Менеджмент қалай пайда болды? Менеджменттің пайда болу алғышарттарына ол жататындар ол өнеркәсіптік революция. Яғни 19-20 ғасырларда болған өнеркәсіптік революция өндіріс көлемін күрт арттырды және басқару әдістерін талап етті. Өндірістің күрделенуі ол технологиялардың дамуымен өндіріс процестері күрделеніп, арнайы басқару білімін қажет етті. Алғышарттардың тағы бір түрі ол ірі кәсіпорындардың ірі пайда болуы, яғни шоғырлану процесінің нәтижесінде мыңдаған жұмысшылары бар ірі кәсіпорындар пайда болды. Одан шығатыны еңбек бөлінісінің тереңдеуі. Адам Смиттің идеяларын іске асыра отырып, еңбекті арнайы функцияларға бөлу өндірістің тиімділігін арттырды. Және сонымен қатар басқару қызметі күрделене бастады. Яғни басқару өзінің жекелеген кәсіби қызмет түріне айналып, арнайы білім мен дағдыларды талап ете бастады. Өнеркәсіптік революцияның әсер етуі ол жерде яғни көрсеткіш технологиялық өзгерістер, урбанизация және жаппай өндіріс ол өнеркәсіптік революция ретінде әсер етті. Яғни технологиялық өзгерістер қандай өзгерістер? Бұл машиналардың, станоктардың, автоматтандырылған жүйелердің пайда болуы өндірісті түбегейлі өзгертті. Ал урбанизация ол қалалардың өсуі және ауыл тұрғындарының зауыттарға жұмысқа қоныс аудару жаңа әлеуметтік мәселелерді туындатты. Сонымен қатар, осының барлығы жаппай өндіріске алып келді. Яғни стандартталған өнімдерді үлкен партияларда шығаруды жаңа ұйымдастыру әдістерін қажет ететін болды. Менеджменттің ғылыми тарихына тоқтайтын болсақ, даму ғылыми тарихына менеджмент мектептері қалыптасып бастады. Ғылыми даму барысында менеджменттің классикалық даму кезеңі ең бірінші 20 ғасырдың басында қалыптасты және ғылымның іргетасын қалады менеджмент ғылымының. Бұл кезең 3 негізгі бағытқа бөлінеді. Ол ғылыми менеджмент, әкімшілік мектеп және бюрократиялық ұйым теориясы. Ғылыми менеджменттің негізін қалаушы ол ғалым Фредерик Тейлор. Оның ұғымы бойынша еңбекті ғылыми талдау, еңбек қозғалыстарын оптимизациялау, жұмысшыларды таңдау және оқыту жүйесі маңызды деп санады. Және осы бағыттарды терең зерттеді. Әкімшілік мектебінің негізін зерттеуші Анри Файоль ғалым, ол басқарудың 14 принципін қалыптастырды. Басқару функцияларының жүйесі, яғни жоспарлау, ұйымдастыру, бұйрық беру, үйлестіру және бақылау функцияларын ұсынды. Бюрократиялық теория бойынша негізін қалаушы бұл мектептің Макс Вебер, оның ұғымы, яғни формальды құрылым, нақты қағидалар мен процедуралар, иерархия және рационалды ұйымдастыру деп санады. Классикалық менеджменттің негізгі принциптері ол еңбек бөлінісі, өкілеттілік пен жауапкершілік, тәртіп, бұйрықтың бірлігі, басқарудың бірлігі, жалпы мүдделердің басымдылығы. Яғни жұмысты арнайы операцияларға бөлу өнімділікті арттырады деген принцип. Әрбір қызметкердің нақты өкілеттілігі мен жауапкершілігі болуы тиіс деген принцип. Ережелер мен келісімдерді сақтау ұйымдық тәртіпті қамтамасыз етеді деген принцип. Әрбір қызметкер тек бір басшыдан бұйрық алуы тиіс деген принцип.
бір мақсатты көздейтін барлық операциялар бір жоспар бойынша басқарылу керек деген принцип, және ұйымның мүддесі жекелеген қызметкерлердің мүдделерінен жоғары тұруы тиіс деген принциптер. Бұл менеджменттің классикалық принциптері. Адамдық қатынастар мектебінде 20 ғасырдың 30-40 жылдарында классикалық мектептің шектеулілігіне жауап ретінде пайда болды. Оның негізгі идеясы адам факторын басқарудың басты элементі ретінде қарастыру. Негізгі өкілдері осы мектептің Элтон Майо ұғымы бойынша Хоторн эксперименттері арқылы әлеуметтік факторлардың еңбек өнімділігіне әсерін дәлелдеді. Абрахам Маслоу қажеттіліктер иерархиясының пирамидасын жасады, ал Дуглас Макгрегор X пен Y теорияларын ұсынды. Фредерик Герцберг екі факторлы мотивация теориясын әзірледі. Бұл жерде осы ұғымдардан, идеялардан туындайтын мотивацияның маңыздылығы, ұжымдық қатынастар және көшбасшылық стилі пайда болды. Қызметкерлердің мотивациясы материалдық сыйақыдан гөрі әлеуметтік, психологиялық факторларға байланысты деп саналды. Ал формальды емес топтармен қатынастар ұйым нәтижесіне елеулі әсер ететінін айқындалды. Және сонымен қатар басшының мінез-құлқы мен стилі қызметкерлердің қанағаттануына және өнімділігіне тікелей әсер ететінін айқындалды. Мотивация теориясының эволюциясында Маслоудың қажеттіліктер иерархиясы ұсынылды. Менеджмент теориясында ол менеджмент теориясында төңкеріс жасады. Яғни ол адамның қажеттіліктерінің күрделі және көп деңгейлі екендігін көрсетті. Менеджерлер қызметкерлердің әртүрлі деңгейдегі қажеттіліктерін түсініп, әрқайсысына сәйкес мотивация жүйесін қолдану керек деп ұсынды. Біріншіден ол өзін-өзі дамыту, екіншіден құрмет пен мойындау, әлеуметтік байланыс, қауіпсіздік және физиологиялық қажеттіліктер. Жүйелік және ситуациялық тәсілдердің қалыптасуы 1960-70 жылдар менеджментте жаңа парадигмалар пайда болды. Жүйелік және ситуациялық тәсілдер менеджмент ойын жаңа деңгейге көтерді. Жүйелік тәсіл, яғни ұйымда өзара байланыста элементтерден тұратын тұтас жүйе ретінде қарастырды. Бұл тәсілдің негізгі принциптері: ұйым ашық жүйе, сыртқы ортамен үнемі өзара әрекеттесу қажет, жүйенің элементтері бір-бірімен байланысты, синергия эффектісі жүйенің нәтижесі элементтер нәтижелерінің қосындысынан артық, кері байланыс механизмдері маңызды роль атқарады. Ал ситуациялық тәсіл бойынша басқару әдістері нақты жағдайға байланысты өзгеруі тиіс деген қағидаға негізделген. Негізгі ережелері: әмбебап басқару әдістері жоқ, әрбір жағдай бірегей және өзіндік талдауды талап етеді. Менеджер ситуацияға сәйкес әдістерді таңдау керек және икемділік пен бейімделу қабілеті өте маңызды деп санады. Жүйелік тәсілдің негізгі компоненттері олар мақсаттардан, құрылымнан, адамдардан, технологиядан және сыртқы ортадан тұрады. Мақсаттар бұл ұйымның стратегиялық және тактикалық мақсаттары, құрылым бұл ұйымдық құрылыммен байланыстар, адамдар ол персонал және олардың қабілеттері, технология ол өндіріс технологиялары мен процестер, ал сыртқы орта нарық, бәсекелестер және реттеуші органдар. Қазіргі заманғы менеджментке келетін болсақ, оның даму бағыттары бар. Яғни 20 ғасырда менеджмент цифрландыру, жаһандану және тұрақты даму сияқты жаңа сын тегеуріндерге жауап беруде. Қазіргі менеджмент инновацияға, стратегиялық ойлауға және адами капиталды дамытуға бағытталған. Стратегиялық ойлау ұзақ мерзімді перспективаны көре білу, болашақты болжау және стратегиялық бастамаларды жасау қазіргі менеджердің негізгі қабілеті болып табылады. Өзгерістерді басқару, тұрақты өзгерістер жағдайында ұйымды бейімдеу, өзгеріске қарсылықты жеңу және инновацияларды енгізу маңызды дағдылар менеджер үшін. Корпоративтік мәдениет бұл құндылықтар, нормалар және мінез-құлық үлгілерінің жиынтығы ұйымның бәсекеге қабілеттілігін айқындайтыны. Әлеуметтік жауапкершілік тек
пайда ғана емес, қоғамға, қоршаған ортаға және болашақ ұрпаққа жауапкершілік қазіргі бизнестің негізі. Жаһандық менеджмент мәдени аралық коммуникация, халықаралық командаларды басқару және жаһандық нарықтарда жұмыс істеу қабілеті. Инновациялық менеджмент жаңа идеяларды генерациялау, инновацияларды енгізу, креативті ойлау, оны қолдау ұйымның дамуының қозғаушы күші болып саналады. Цифрлық трансформация және менеджментке келетін болсақ, цифрлық технологиялардың дамуы менеджментті түбегейлі өзгертуде. Жасанды интеллект, үлкен деректер, бұл технологиялар және автоматтандыру, басқару процестеріне жаңа мүмкіндіктер ашып отыр. Оның үш негізгі көрсеткіші ол деректерге негізделген шешімдер, жасанды интеллект және қашықтан басқару. Big Data және аналитика менеджерлерге нақты деректер негізінде шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Интуиция мен тәжірибе маңызды күйінде қалып, объективті талдаумен толықтырады. Ал жасанды интеллект ол рутиналық міндеттерді автоматтандырып, менеджерлерге стратегиялық мәселелерге шұғырлануға мүмкіндік береді. Болжамдық аналитика мен машиналық оқыту шешім қабылдау сапасын жақсартады. Цифрлық құралдар әлемнің кез келген нүктесінде орналасқан командаларды тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Гибридті жұмыс форматтары жаңа менеджмент дағдыларын талап етеді. Тұрақты даму мен жасыл менеджменттің өзара байланысы бар. Экологиялық проблемалар және климаттың өзгеруі менеджментте жаңа парадигманы қалыптастырды. Тұрақты даму енді ұйымның стратегиясының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның негізгі принциптері үштік баланс, яғни экономикалық, әлеуметтік және экологиялық тиімділіктің теңдестірілуі. Сонымен қатар ұзақ мерзімді көзқарас, яғни қысқа мерзімді пайдалану үшін болашақ ұрпақтың мүмкіндіктерін құрбан етпеу. Жауапты тұтыну, ресурстарды үнемді пайдалану және қалдықтарды азайту. Сонымен қатар стейкхолдердерді ескерту, барлық мүдделі тараптардың қажеттіліктерін ескеру. Менеджмент болашағы негізгі трендтерден тұрады. Олар agile мен икемді ұйымдастыру, қызметкерлердің әл ауқаты, әртүрлілік пен инклюзия және үздіксіз оқыту. Иерархиялық құрылымдардан икемді өзін-өзі басқаратын командаларға көшу, жылдам бейімделу және экспериментке ашық болу. Жұмыс пен өмір балансы, психологиялық қауіпсіздік, денсаулықты сақтау бағдарламалары басқарудың басты бағыты. Әртүрлі мәдениеттер, жыныстар, жастар мен көзқарастың өкілдерін қосу ұйымның инновациялық әлеуетін арттырады. Жылдам өзгермелі әлемде үздіксіз оқу және даму қабілеті критикалық маңызға ие. Оқитын ұйымдар бәсекеге қабілетті сақтайды. Қорытындылайтын болсақ осы тақырыпты, бұл жерде біз менеджменттің мәнін айқындадық, яғни экономикалық тиімділік, әлеуметтік жауапкершілік және ұйымдастырушылық пен икемділіктің үйлесімі бар екенін анықтадық. Даму тарихына тоқтадық, яғни классикалық мектептен қазіргі цифрлық менеджментке дейінгі эволюция басқару ойының үздіксіз жетілуін көрсететінін айқындадық. Теория мен тәжірибесіне тоқталып, ғылыми білім мен практикалық тәжірибенің синтезі менеджментті динамикалық әрі қолданбалы салаға айналдыратынына көз тоқтаттық. Болашақ перспективаларына келіп, цифрландыру, тұрақты даму, адам орталықты тәсіл және инновациялар қазіргі менеджменттің негіз бағыттары екендігін айқындап тұжырым жасадық. Назарларыңызға рахмет.